Біз қазір Калуга облысында Осоргино ауылына жақын жердеміз. Ал алдарыңызда қасиетті Құдай Ана Покрова шіркеуі тұр. Оның бір өте қызықты ерекшелігі бар. Біз соны бірге қарастырамыз, дәлірек айтсақ, тыңдаймыз. Шіркеу ғимаратының өзі дөңгелек пішінді. Бұл жиі кездесе бермейді. Әдетте бізде шіркеулер 4 бұрышты болады, ал бұл шіркеу дөңгелек. Кәне ішке кірейік. Сезіп тұрсыз ба? Мен сөйлеп тұрмын. Ал мұндағы жаңғыр қандай, қаншалықты күшті екенін байқадыңыз ба? Тіпті жай ғана жүрудің өзі жеткілікті топырақ еденде. Бұл кафел емес, жай ғана құм, мұнда топырақ төселген. Сонда да дыбыс қаншалықты жақсы шағылады. Мұндағы акустика керемет. Мына тесіктерге, құрбанды үстелінің әйнектердің жоқтығына дыбыс өтетін саңлауларға қарамастан, мына үлкен тесікке қарамастан, акустика бәрібір өте жақсы. Мұнда тіпті сыбырлап сөйлесуге де болмайды, бәрі естіліп тұрады. Бұл әдейі осылай жасалған, және бұл шіркеулердің бір қызметі, мұнда акустикалық резонанс болу үшін. Сәулетші мен құрылысшы дәл осы жерде, дәл осы дөңгелек бөлмеде ең керемет акустика болады деген оймен бұл ғимаратты тұрғызған. Яғни, бұл нақты, тікелей физикалық мақсаты бар нақты құрылым. Мұнда олар дыбыс шығарды, мұнда олар жаңғырып жасады. Бұл акустикалық резонатор. Туралы? Бұл маған шынымен жетеді. Бұл жерде дыбыс шағылысып, маған тіпті ішімнен де жетеді. Менің артымдағыдай о сияқты. Мен тіпті қаздырылдеймін. Ішінен. Біздің ата-бабаларымыз, қараңдаршы, олар дыбыс физикасын жақсы білген. Олар осы акустикалық толқындардың физикасын жақсы білген, және бұл толқындар бірнеше есе күшейетін ғимараттан салған. ПМ. Міне, тіпті бір шапалақ туралы. Бұл олардың соншалықты қорқынышты емес, ақымақ, бар, тар және қараңғы емес екенін. Иә, олар емізден қорқып, белгішелер мен шіркеулер салғанын көрсетеді. Жоқ. Олар мұны акустикалық резонатор жасау, адамдарды реттеп, осында әкелу үшін жасады. Және оларға осында бірдеңе болды.